Assalomualaikum do'stlar, sizlarмен birga Қазақша FIFA kanалы. Bugungi videoda biz ko'pdan kutgan Totti жылғы командасы Tottи'ді көрсететін боламыз. Соған обзор. Неге Totti уже неге ағасын көріп тұрғандарыңызға үшін енді ауыстырған. Көп нәрсені ауыстырған. Неге Tottиға қазір кіретін болсақ, бірден Tottиға кіріп бастайық. Мына жерде нападающийдан ойыншыларды алудан арасынан енді тез алуға тырысатын боламыз. Неге 96, 95 әртүрлі неде тұрады. Неге мына жерде Мессиге 96, Левандовски 95, Мбаппе 94. В общем, осылайша кете береді. Бұл жерде менде енді Влахович бар, көп енді жас таланттар көп. Лукаку, Криштиану, Мұхаммед Салах, Неймар, Харри Кейн, сондайлар легендалық неде соңында тұр. Неге Левандовскийдің нелері, характеристикасы мықты десек мықты ойыншы. Неге көріп тұрғандарыңыздай мықты. Мбаппе 94. Неге бұлай мықты ойыншылар ретінде алынған. Дәл қазіргі таңда сондықтан енді бұларға айтар сөзіміз жоқ. Енді қазіргі таңда бұлар мықты ойыншы болып тұр. Неге осылайша алып кете бересіздер, сіздер ары қарай жалғастырып кете берсеңіздер де болады. Сөйтіп ары қарай алып кете бересіздер. Сөйтіп мына жерден обмен жасайсыздар. Влаховичті аламын деген оймен менде негізді істеген бұны сербиялық ойыншыны. Сөйтіп алайын десем Тотти ойыншыны ауыстыру керек. Ол үшін сіздер одан да өздеріңіз неден сатып алмай жинай беріңіздер. Ақшаны жақында тағы да шығады, көп нелер событиялар шығады. Сол кезде сіздер арзандайды Тоттидің ойыншылары. Енді сол кезде көретін боламыз. Неге Холланд, Лукаку, Суарес, Миллер, бір бөлек короче. Атын дұрыс жаттай алмаймын олардың қазірше. Неге көріп тұрғандарыңыз мықты ойыншылар жан-жақтан. Бельгиялық, норвегиялық, негенің 93-тер. Криштиану Роналду, Неймар, Харри Кейн, Бензема, Мұхаммед Салах айтқан осы 5 мықты топ клубта ойнайтын қазіргі ойыншылар. Харри Кейн қазір енді Тоттенхэмді ойнап жүреді. Осыларды істей аласыздар, 100 очкini береді. Сіздер басып келе бересіздер. Мына жерден енді қараңыздар, Рональдиньо мен Фиго бар. Фиго, Рональдиньо болды. Одан кейін енді қазіргі таңда мықты ойыншылардың бірі осылар. Барселонаның легендасы, мінекей айтып тұрғанымыздай Барселонаның легендасы Рональдиньо, Луис Фиго айтқандай, мінекей ұлтымайтқа кіретін болсақ, бұл жерден 42 күннен кейін сіздерге обмен жасалады. Обмен істеп, сөйтіп ойыншылар ала аласыздар. Мына жерде неге өздеріңіз қалған заттарды істей аласыздар. Бұл жерде айналдырып ала аласыздар достар. Осылайша енді қазір біреуін алып берейін мен сіздерге, қараңыздар. Осылардың біреу шығады. Шыққаннан кейін ала аласыздар. Мен бұны айналдырып беретін үшін неге қараңыздар, 25 жетпей тұр, 25-ін істейтін боламыз қазір. Сіздер араға жазылып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер. Неге кірді коробка. Осылайша теуіп өздеріңіз неғылыңыздар, жинай аласыздар Тоттидің багына. Мінекей, енді бітірдік Тотти.
hikayesi sizlere aylandırıp belirtmesem onu. İkincisiyle çizelip var. Tağı çinap üstü aylandırıp özlerinizge. Oyuncular tutturbasanızlar болады. Ölüm монета түсті. Осылайша çıkan шықты енді мен бұны ауыстыратмасам қараңыздар нападающий. И мына жерден короче блокировщикті алатын сіздерге көрсетемін. Қалай алу керек? Ала алмайсыздар бірақ бұны да. Болды енді осы видео ұнаса лайк басып кетіңіздер достар, анандай алып кетіңіздер. Мен ол видеоның дәл ортасынан шығарып өшіріп тұрмын. Уже қолым босамай жатыр. Енді сіздермен келесі видеода кездескенше аман сау болайық. Қош аман болыңыздар достар.